не болып қалды соншама? Қымыз берші. Әй, әкеңе қымыз берші. Ай, ойбай, ай, тыныштық болса болар еді. Не болды, айтсайшы. Масқара болды қатын. Елімізге жоңғарлар шауыпты. Қош. Соған байланысты ханнан жарлық шығыпты. Хан иеміз тоқалы барлар қалсын, тоқалы жоқтар соғысқа кетсін деп үкім шығарыпты. Әй, еркек тоқты құрбандық. Ел үшін тудың ба, ел үшін өлесің. Ойбай, бәйбіше, бірдеңе қылып қалсайшы мені. Не істеймін? Не зақой өліп кетем бұл соғысқа барып. Ай, соғысқа барып шahit болып кетсем не болады? О, Алла сенің шахит болып өлгеніңді қалап отыр. Біздің әулеттен де шахит шықса жаман ба? Ой, сен де бір елдің қатындары байларына бір тоғанлап беріп, соғыстан алып қап жатыр. Сен болсаң... Нормально бір баян шығып жатқан. Анашым, бір амалын тауып әкемді соғыстан алып қалайық та? Ой, соғыс түгіл бәледе жоқ. Соғыс болып жатса, мына жоңғарлардың тамақ ішіп отырғаны, селфие маған келетін еді ғой, түкте келіп жатқан жоқ қой. Мені лоқ қылмақшы ғой. Алмайсың тоқалды. Алмайсың, өліп қалсаң да алмайсың. Енді не істейміз?